Барлықтарыңызға сәлем. Осы қазір сіздерге 5 минуттың ішінде дата аналитиканың не екендігін және дата аналитиктердің нақты немен айналысатынын толықтай қарапайым тілмен түсіндіріп айтып беретін боламын. Менімен бірге болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Егер осы канал ұзақ өмір сүрсін десеңіздер, тіпті бөлісіп инстаграмдарыңызға салсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Дата аналитиктердің жалпы қазіргі таңда немен айналысатыны туралы айтайық. Негізі жасанды интеллект, дата аналитика, дата сайенс деген терминдерді көп адамдар қазір естіп жатыр. Бірақ та нақты олардың немен айналысатыны туралы, олардың не жұмыс істейді, компанияда олар не үшін керек екенін оны түсіне бермейді адамдар. Сондықтан сіздерге нөлден бастап толықтай былай қарапайым мысалмен айтып кетейін. Мысалы, естеріңізде бар ма, кезінде больницаға барған кезде біз өзіміздің жаңағы книжкамыз бар ғой, медицинская книжкамызды біз больницада барып очередьке тұрып медицинский книжкаңызды көрсетесіз. Ана жақта архив тұрады артында. Қырғын кітаптың ішінен сіздің фамилияңыз бойынша Қайрат қыздарына десе К-ны іздеп сөйтіп тұрып іздейді ғой ана жақта. Сіздің книжкаңызды іздеп ана ішінен алып шығып и сөйтіп көп архив бар. Кәдімде Алматыда білесіздер, кәдімде бір үлкен здание бар архив, ол жерде барлық қағаздар сақталған. Енді ойлап қараңыздар, осы архивті өздеріңіз білесіздер, цифровизацияға айналдырып компьютердің ішіне сақтап жатыр. Уже қазіргі таңда даму мед бар, мысалы бізде. Біз уже қазір бұрынғыдай книжканы тасымаймыз больницаға баратын кезде. Бізге просто өзіміздің инімізді айтсақ болды, базадан олар қарап бере салады бізге, Тура сол сияқты тек қана медицинский данныйларды ғана компьютерге енгізген жоқ, өте көптеген данныйларды бүкіл осы дүние жүзіндегі барлық компанияларда қандай данныйлар бар, соның барлығын архив түрінде сақтаудың орнына уже компьютердің жадына сақтап жатыр. Қазіргі таңда оның барлығы компьютердің жадында сақтаулы. Енді компьютердің жадында ладно, сақтап қойды, нужный информацияларды ғана сақтады. Бірақ адамдар, мынандай сөзді білесіз бе, қазіргі таңда данные это новая нефть деген бар да. Яғни қазіргі таңдағы бұрын кезінде мұнай соншалықты қымбат, соншалықты мықты, нефтке оққан адам ойбай, все там мықты точно жұмысқа тұрады, күшті зарплата алады, нефтяник десе бәріміз ойбай дейтін едік қой баяғыда. Қазір оның орнына, нефттің орнына қазір данные это новая нефть. То есть ақпараттардың қаншалықты маңызды екенін өте көп адам түсініп жатыр. Және ақпараттардың беретін пайдасын, компанияға әкелетін пайдасының барлығын адамдар енді ғана түсініп жатыр. Сондықтан да дата аналитиктер қазіргі таңда үлкен сұраныста, дата сайенс, барлық датамен байланысты нәрсенің, ақпаратпен байланысты нәрсенің барлығы қазіргі таңда үлкен сұраныста. Енді оны қалай түсінді адамдар? Мысалы, былай айтайық, сіздің үйіңіздің қасында магазин бар деп ойлаңыз, сіз мысалы просто продуктовый магазин сатасыз. И сөйтіп сіз продуктовый магазиніңізде егерде сіз баяғыдан бері ақпараттардың барлығын сатушыларыңыз бойынша барлық ақпаратты жинаған болсаңыз, сіз примерно өзіңізге келіп тұрған сатушының, мысалы сіздің көршіңіз Қанат деп айтайық, сол Қанат постоянно сізге келеді, сіз білесіз, таңертеңгі уақытта келеді, нан алып кетеді, кешкі уақытта картошка мен сәбіз алып кетеді, кола мен чипс алып кетеді. И бұны постоянно почти через день келіп алып кетіп жүр сіздің магазиніңізден. И потом бір күні келді, Қанат ұмытып қалды, чипсы, әйел айтты, барып чипсы әкеп берші, там чипсы мен кола алып келші деді мысалы. И Қанат келді, ұмытып қалды оны. Келді, картошка менен сәбізді алды, кетіп қалды. И сосын үйіне барады, ой, ұмытып кетіппін дейді, сонымен қалды. И получается минус чипсы мен кола қазіргі таңда қанша уже 2000 теңге ғой, минус 2000 теңге. Сіз 2000 теңгені уже жоғалтып алдыңыз. Ал егерде сіз ақпараттарды жақсы игерген болсаңыз, сіздің магазиніңізде бұрынғы ақпараттардың бәрі сақталған, дата аналитика барлығы күшті жұмыс жасап тұрған болса, сіздің сатушыңыз мықты болса, онда ана жерде Қанат сәбіз бен картошканы сұрап келген кезде Қанатқа айтатын еді. Қанат, сіздің мысалы сатушыңыз айтатын еді, сіз постоянно картошка менен, чипсы менен коланы сатып аласыз. Может, сіз қазір тоже сатып аласыз деп предлагать ететін еді сатушыңыз. Егерде оның миы мықты жұмыс істеп, каждый клиенттің покупкаларын бәрін есінде сақтап, анализ жасап,
тенденция, закономерность соның барлығын күшті білетін адам болса, ол ана жерде предлагать етіп уже дополнительно 2000 теңгеге сауда жасап жіберетін еді. Бірақ та біз бәріміз білеміз, әрине адам болғасын, ондай оның барлығын мида сақтап, әрбір клиентті көз түрін білу, оның аты жөнін не дейін, не алатынына дейін, оның қай уақытта қандай товарды сатып алатынына дейін біз мида оны сақтай алмаймыз, өкінішке орай. Оның барлығын компьютер мықты сақтайды. Тура осы кішігірім магазиннің примерін алып үлкен компанияға қолданатын болсақ, мысалы, үлкен компанияларда неше жүз мыңдаған, миллиондаған клиенттер бар. И олар сол клиенттердің каждыйның уже осы ақпараттарды жинау арқылы әрбір клиенттің әдетін, күнделікті қандай покупкалар жасайтынын, оларға қандай покупканы сатуға болатынын, олар қандай покупканы, қандай товарды жақсырақ алады, қай товар мен қай товарды бірге алады. Осының барлығы үлкен анализ, бұл үлкен ғылым негізі. Вот осы ғылым үлкен ақпараттармен жұмыс жасау, яғни big data деп аталады. Big data дегеніміз үлкен ақпараттарды анализ жасап, олардың ішінен өзіңе бизнеске пайдалы, бизнеске қосымша ақша әкелетін, сондай бір выводтарды жасау, сондай қалай айтамыз, закономерностьтарды, тенденцияны табу, сезонностьті анықтау. Көп жағдайда қиын қызығы, мысалы, бізде өзімізде жұмыста отырамызда былай ойлаймыз. Да ладно, негізі енді былай логически ойлайсың да, енді мынау мынандай адам мынандай алатын болса, онда былай ғой, мынанша жастағы адамдар көп алу керек қой мына товарды деп ойлаймыз да, мысалы. Сосын в деле уже дата аналитикада ана кәдімгідей цифрлармен қарайтын болсақ, мүлдем басқа картина шығуы мүмкін. Яғни осындай өте көп скрытый факторлар бар, которые біз өзіміз логически вроде бы понятно, логически осылай болу керек, бірақ та на деле, на цифрах қарасақ, по факту ондай емес болып шығады. То есть көп нәрсені біз негізі логически шеше алмаймыз. Негізі көп нәрсені дата аналитиктер анализ жасау арқылы тек солар ғана вывод жасап, солар ғана по факту бізге қандай ақпарат не болып жатқанын тек дата аналитиктер айта алады. Сондықтан қазіргі таңда данныйлардың барлығы уже почти енді 90% данныйларды цифровизацияға жасалынды деп айтуға болады Қазақстанда. Және де данныйлардың көбеюіне байланысты, олар минут сайын, секунд сайын, күн сайын көбейіп жатыр. Олар көбейген сайын компанияларға не керек? Дата аналитиктер керек. Себебі сіз Excel-мен отырасыз, жарайды, басында Excel-мен отырасыз, бірақ Excel-дің өздеріңіз білесіздер ограничениесі бар. Қателеспесем 1,5 миллион ба, 1 миллион 400 или 900 одан артық строканы олар оқи алмайды. Ендеше не керек бізге? База данных керек. База данныхта сақтау керек уже. Все, Excel-де сақтағанымыз уже жарамайды. Бизнесіңіз үлкейіп жатыр, клиенттеріңіз көбейіп жатыр, данныйларыңыз одан сайын көбейіп жатыр. Яғни сізге уже база данных керек. Сіздерге уже әрбір клиентпен осылай индивидуально жұмыс жасайтын дата аналитик керек. Дата аналитик сіздің номер 1 маркетологыңыз. Маркетологтан да бұрын жұмыс жасайтын адам. Сондықтан да дата аналитиктерді тіпті маркетингтің бір часті деп айтуға болады. Маркетингке көмектесетін негізгі ми ғой, былайша айтқанда. Сондықтан қазіргі таңда ақпараттар көбейген сайын дата аналитиктерге сұраныс та көбейе береді. Және де көп адамдар айтады қазір, вот дата аналитика уже жұмыс істемейді, керек емес болып қалады, трендтен шығып қалады. Бұл ондай трендтен шығатын нәрсе емес. Потому что өздеріңіз енді ойлап қарасаңыздар, шынымен данныйлар көбейіп жатыр, база данных үлкейіп жатыр, компаниялар уақыт өткен сайын олар түсініп жатыр. Осылай дата аналитиктердің өзіне компанияның ішінде егерде данныйларды сақтап, анализ жасап, дата аналитигің бар болса, сен өзіңнің прибыліңді қаншалықты, кірісіңді қаншалықты көбейте алатыныңды бизнестер енді ғана түсініп жатыр. Енді түсініп келе жатыр и массово дата аналитиктерді жұмысқа алуда. Сондықтан да дата аналитик бұл өлмейтін ғылым деп айтсақ болады. Келесі видеода ұзаққа созбайын, сіздерге осылай қысқаша дата аналитикті түсіндіріп кеттім деп ойлаймын. Келесі видеода дата аналитиканы жасанды интеллект ауыстыра алады ма, жоқ па 2026 жылы. Осы туралы толығырақ айтатын боламын.